Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, Казмастер-плей арнамызға қош келдіңіздер. Өткен маусымда Oppo компаниясы Oppo A5-2020 сәтті моделін жариялады. Ол баға мен өнімділіктің тартымды арақатынасына ие болды. Шолу бейнесін осы сілтеме арқылы көрсеңіздер болады. Бірнеше айдан кейін жақсартылған сипаттамалары бар смартфонның жаңа нұсқасыны шығарылды. Дәл қазір мен сіздерге оның не істей алатындығын айтып беремін. Смартфон жай ғана Oppo A52 деген аталымына ие. Менің ойымша, жылтыр корпусына ие болған смартфондарды жеңіл дизайнмен таңдаған дұрыс. Сонда саусақтан қалған іздер аз байқалады. Таңдауына екі түсі жарияланды. Менікіндей қара және ақ. Алайда егер сіз смартфонды қорғау үшін мөлдір қапты пайдаланғыңыз келсе, онда корпустың ластығына назар аударудың қажеті жоқ болар. Oppo A52 моделі ортаңғы үлгілер қатарына кіретіндіктен, оның корпусы пластиктан жасалған. Oppo Reno 3 сияқты жоғары үлгі смартфондардағыдай әйнек емес. Түймелердің қатты көтерілмегені маған ұнады. Сондықтан дыбыс деңгейін өзгерту және телефонның құлпын ашу ыңғайлы. Оның үстіне саусақ ізін сканерлеу функциясы оң жақта орналасқан. Бұл смартфонды қосу пернесінде жазылған. Бұл жиі кездеспейді, бірақ та ыңғайы бар шешім. Дәл және жылдам жұмыс істейді. Тек солақайларға ұнамас, мұндай перненің орналастыруына үйрену керек болар. Экран диагоналы Oppo A5-2020 өлшемімен бірдей. Сол қалпында қалып 6,5 дюймді құрайды. Алайда экран ажыратымдылығы былтырғы модельмен салыстырғанда өсті. Қазір HD қосу емес, Full HD қосу болды. Экран көркемі таза, көзге әдемі көрінеді. Смартфон жарықтылықты өз реттеп, сонымен бірге суретті өзгертеді. Кешкісін түстерді жылы етіп, ал ақ түс балансын қолмен реттеуге мүмкін. Экран жарықтығының қоры өте жақсы. Ашық аспан күн астында болса да айқын көрінеді. Басқа көзге ұнайтын бөлшектерін айта кетсем, жоғарғы сол жақ бұрыштағы алдыңғы камерасын бөліп көрсетемін. Тамшы тәрізді селфи камерасы болмауы бұл осы жылдың тренді болғанына жөн. Сонымен қатар смартфон дисплейі тегіс. Зауыттық қорғаныш пленкасы бар. Оны алып тастап қорғаныш әйнегін жабыстырам десеңіз, мәселе болмауы тиіс. Толтыры тұрғысынан Oppo A52 2019 жылдың соңында ұсынылған өте ұқсас Oppo A5-2020-дан ерекшеленбейді. Сонымен қатар жүктеме кезінде өнімділікті шамамен 20-25% жоғалтатын Qualcomm Snapdragon 665 чипсетімен қапталған. Ойын туралы айта кетсек, бәрі сіздің талаптарыңызға байланысты болар. Мысалы, танымал World of Tanks қиындықсыз жұмыс істейді. Олар әртүрлі құрылғыларға тамаша оңтайландырылған. Сонымен бірге талапты PUBG ойыны жүйені мұқият жүктейді. Color OS жүйесінің интерфейсі икемді. Навигация үшін виртуалды батырмаларды немесе қимылдарды басқару функциясын орындарымен ауыстыруға болады. Сондай ақылды панель деген нәрсе бар. Сіз бір қимылмен, тіркесімдермен көмекші мәзірді шақыра аласыз. Oppo A52 Android 10 жүйесінде жұмыс істейтінін қосу қажет. Бірақ стиль мұқият өзгертілген және таза Android'тың форматынан алыс тұр. 4 модель жарқылмен біріктірілген блок үстіңгі жағынан айтарлықтай шығып тұрады. Сондықтан үстел үстінде жатып телефон жылжып кетуі мүмкін. Камералар өте көп. Өйткені негізгі модельден басқа көмекші ультракең бұрышы, портреттік линза және тереңдікті өңдеуге арналған бөлек камерасына ие. Ультракең бұрышты оптика сапасымен жарқырамайды. Күндізгі уақытта тіпті керемет жарықта шу байқалады және бөлшектер зардап шегеді. Камера қосымша болып табылады және кадрдағы жағдайды немесе қызықты үш өлшемді идеяны жеткізгіңіз келгенде шығармашылық техникада жиі кездеседі. Негізгі камера ашық жарықта жақсы түсіреді, ал нашар жарықта Ultra Night 2.0 түнгі режимі көмекке келеді. Содан кейін сіз смартфонды тік ұстап бірнеше кадрды бір кадрға жабыстырғанша 5 секундтай күтуіңіз керек. Нәтиже оған тұрарлық.
бірақ бұл режим тек жылжымайтын объектілерді жақсы түсірілімдігін көрсетеді. Бірақ түнгі режим негізгі камерамен, кең бұрышты камерамен де жұмыс істейді. Түсіру кезінде сіз ультракең бұрышты камера мен негізгі камера арасында жылдам ауысып, сонымен бірге 2 немесе тіпті 5 есе жақындатуды қолдана аласыз. Алайда телефонның оптикалық жақындатуы жоқ, цифрлы екенін ескеріңіз. Шабадан тіс түсірілімдер портреттерді түсіру кезінде жиі кездеседі. Бірақ бұл түсірілім кезінде экспозицияны қолмен реттеу арқылы түзетіледі. Жақсы жарық жағдайында түсіру кезінде смартфон ақ түс балансын жібермейді. Алдыңғы жағы өте ұқыпты өңделген және өңі бұлыңғыр. Oppo A52 бейнелерді 4K режимінде жасады. Бірақ секундына 120 кадрдағы баяу қозғалыс бұл режимде жұмыс істемейді. Және электронды кескін тұрақтандыру осы мүмкін емес. Егер сіз оны қолдансаңыз, онда кең бұрышты модульдегі бейнелер сізге қажет болып шығады. Сіздің қолыңызда іс-қимыл камерасы. Сурет тегіс және тітіргендіргіш емес. Алдыңғы камера L-Selfie Tune алгоритмін қолдайды. Яғни бағдарламалық жасақтама кадрларды өңдейді, теріні тегістейді, табиғи пішіндерді сақтауға тырысады. Менің ойымша бұл функция бәріне бірдей сәйкес келмейді. Бірақ егер сіз Facetune стилін құрметтесеңіз және уақыт жұмсамауға ерінсеңіз, онда сіз дайын функцияны қолдана аласыз. Үштік науа үшін рахмет. Сіз бірден бірнеше SIM карталарын қолдана аласыз және бір уақытта microSD орнатасыз. Смартфон 5.0 Bluetooth енгізілген. Ол жақсы және тұрақты жұмыс істейді. Мен оны JBL Live 300TWS құлаққаптарымен жұптастырып тексердім. Wi-Fi және NFC әдеттегідей дұрыс. 3.5 мм сымды құлаққаптарды қосуға арналған портты сақтағанын айта кетсек артық болмас. Маған Oppo A52-де Hi-Res аудио қолдауы мен динамиктердің дыбысы ұнады. Стерео дыбысы бар смартфондар онша көп кездеспейді. Қатты, анық, сіз YouTube бейнелерін құлаққапсыз көре аласыз. Айтпақшы, олар жинақ ішіне кірмеді. Тіпті сымды құлаққаптар да жоқ. 1-2 жыл бұрын сағатына 4000 мАh батареялар телефондарда қалыпты жағдай болғанына қалай қуанғаным есімде. Енді 2020 жылы олар біртіндеп сағатына 5000 мАh стандартына айналды. Осылайша телефонды 2-3 күн пайдаланған кезде бір заряд жеткілікті. Бәрі жүктемеге байланысты. Мысалы, мен аздап ойнаймын. Көп уақытты әлеуметтік желілерде хабарлама жіберуге және YouTube желісінде бейнелерді көруге батарея қуаттылығын жұмсаймын. Егер сіз Oppo A52 ойындар ойнау үшін сатып алатын болсаңыз, онда жоғары жүктеме кезінде 5-6 сағат жұмыс істей алады. Смартфон 18 Вт жылдам қуат беру блогымен келеді. Батареяны 1 сағаттан астам уақыт ішінде толық зарядтауға болады. Сондай ақ кез келген басқа құрылғылар смартфоннан заряд алу функциясы сақталынды. Ең бастысы қолайлы кабель қолыңызда болуы керек. Қазақстанда орташа бағасын айта кетсем, қазіргі уақытта жеңілдіктерін қоса отырып 109 000 теңгені құрайды. Смартфон былтырғы модельдің логикалық жалғасы болып шықты. Сурет сапасы жақсарды, жоғары ажыратымдылығы бар экранына ие болды. Сонымен қатар олар жедел жад көлемін көбейтіп, құлаққапты алып тастағанмен жинақтағы жылдам қуат беру блогын қосты. Басқа жақсару функциялар арасында мен жетілдірілген дизайнды атап өтемін. Енді алдыңғы камераның кескіні жоқ. Менің ойымша сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Бірнеше айдың ішінде Oppo A5 2020 бағасы арзандады. Функциялары ұқсас болса, онда Oppo A52 алуға тұрарлығы бар ма? Жауабы осы. Oppo A5 баға мен өнімділіктің арақатынасы өте жақсы. Бірақ экранның ажыратымдылығы төмен, ал камераға арналған кесінділер енді сәнге енбейді. Оперативті жады да кем, сондықтан оның бағасы арзан болу шығыны қисынды. Ал бүгінге осымен болды. Өз пікірлеріңізді осы бейне астына қалдырсаңыздар болады. Сіздермен болған тілес, сау саламат болыңыздар.